Құрметті отандастар, Американың атақты жазушысы Марк Твен айтқан екен: мен өз елімнің саяси киімінің тозғанын көріп, оны тозды деп айтпасам, мен өз елімнің сатқынымын деп. Мен де соған сүйеніп сатқын болғым келмейді. Мынау қазіргі билік тармағын үшке бөлу мәселесіне байланысты Конституцияға үлкен өзгерістер енгізіліп жатыр. Бұл өзгерістердің көбі халыққа қарсы. Мынандай қағида бар: заң халыққа қызмет ету керек. А бізде үйреніп кеткен керісінше халықты заңға қызмет еткіздіреді. Бұл мүлдем қате. Американың атақты президенті Абрахам Линкольн айтқан екен: халықтың жартысын өмір бойы ақымақ қылуға болады, ал мұқым халықты өмір бойы ақымақ қыла алмайсың деп. Міне, бізде халықтың жартысы ақымақ болып келді, енді ақымақ болмайтын уақыт туды. Қараңыз, тәуелсіздік алғанымызға 26 жыл болды. 26 жылды біз 26 жастағы жігіт деп салыстырайық. 26 жастағы жігітке әліппені үйретудің қажеті бар ма? Қажеті жоқ. 26 жас өтіп кетті. Сол сияқты қазіргі билік тармағын үшке бөлу дегеніміз, бұл өтіп кеткен мәселе. Ол баяғыда болу керек еді. 17 ғасырда ағылшынның ойшылы Джон Лок айтқан екен: ол бөлген. Осы билік тармағын бір адамның иемденіп кетпеу үшін оны бөлгенде заң шығарушы, атқарушы билік деген. Сот билігі соның ішіне кірген. Ал 18 ғасырда Шарль Луи Монтескье, француздың ойшылы, оны үшке бөлген: заң шығарушы, атқарушы және сот билігі деп. Енді қараңыздар, біз осыған егемендік алған жылдар келуіміз керек еді. Қазір уақытын өткізіп, енді жаңағы осы үш билікті бөліп бермекпіз. Енді бір жағдай: үш билік деген бұл алдау. Қараңыз, үш билік бір-біріне дау туған кезеңде, араларында келіспеушілік туғанда, оны жоғарыдан реттеп отыратын конституциялық сот керек. Бізде конституциялық сот бар ма? Жоқ. Ал конституцияда конституциялық сотты қайтадан қалпына келтіру бабы бар ма? Жоқ. Ол конституциялық кеңес қана бізде. Ал кеңесті олар тыңдамайды, ол кеңес беру ғана. Сондықтан мынау конституцияға енгізіліп жатқан өзгерістер нөл. Халықты алдау. Ол ешқандай жұмыс істемейді келешекте. Міне 26 бап туралы қазір талас болып жатыр. Ал қараңыз, орысша баптарында каждый деген сөзбенен граждан Республик Казахстан дейді. Қазақша аударатын болсақ, каждый деген кез келген деген сөз. Ал Қазақстан азамат деген ол басқа мәртебесі бар нәрсе. Сондықтан бұл жағдай мүлдем келмейтін. Жаңағы көптеген заңгерлердің айтып жатқан қорқынышы ол дұрыс. Өйткені ертең мынау жер туралы мәселеге келген кезеңде жерді кез келген алып кетеді. Бұл жерде Қазақстан азаматы емес адамдарды алып кетеді. Міне мәселе қайда жатыр. Бұл биліктің қитұрқы саясаты, кезекті алдау. Халық қазір алданбайды. Халықтың көптеген жаңағы ойы басқа, ол демократиялық құндылықтарды қалпына. Бізде конституцияда жазылған. Міне қараңыз, бірінші бапта құқықтық, зайырлы, демократиялық мемлекетке алға басып келеміз, аяқ басып келеміз деп. Ал бізде құқықтық мемлекет дегеніміз тек қана құқыққа бағыну. Ал мына конституцияда жаңа 26 бапқа өзгеріс енеді. Кез келген адам жеке меншік иесі болса, онда кім болды? Жаңағы қорқыныш растыққа айналады. Міне сондықтан енді 80-ші бапты көзім шалып қалды. Бұнда прокуратураның міндеті: кез келген заң бұзушылықты прокурор реттейді, оны қадағалайды. Соны алып тастапты. Ал қараңыз, онда жаңағы бапта былай деп жазылған: прокуратура от имени государства осуществляет в установленном законом пределах и формах высший надзор дейді. Енді қараңыз, ата заң ең жоғарғы статус, мәртебесі жоғары заң. Бұл заңды қолданатын заңдарға бағындырып қойған. Сонда бұның маңызы қайда қалды? Көрдіңіз бе? Міне бұл жерде барлығы керісінше демократияға қарсы, демократиялық құндылықтардың бәрін жоғалту. Оның қандай? Астарлы әдіспенен. Сондықтан біздегі көптеген заңгерлер бар, саясатшылар, мықты адамдар бар, білімді адамдар бар. Білімді адамдар үндемей қалады, көріп тұрса да көрмейді, ал көрген адамдарды тыңдамайды. Ал енді заңның легитимдігі деген болады. Латынның тілінде легитимді деген заңды деген. Заң қай уақытта легитимді болады? Ол халық мойындаған кезеңде. Заң халықтың қорғаған кезеңде ғана легитимді болады. Сондықтан мынау кіргізіліп жатқан заңды өзгерістерді халық мойындамайды. Сондықтан ол легитимсіз, бұл заңсыз. Бұл керекті зорлық болып есептелінеді. Биліктің тарапынан жасалынған зорлық.
Қазақ айтады, ошақтың үш сирағы дейді, үш таған. Егер біреу жоқ болса құлақ болады. Сол сияқты биліктің үшеуі тепе-тең болу керек. Заң шығарады, атқарушы болады, сосын сот билігі болады. Ал енді осы үшеуінің жаңағы айттым мен арадан дау туған кезде келіспеушілік туғанда ол жоғарғы сот болу керек. Конституциялық сот болу керек. Ол жоқ болса, мынаның барлығы бос сөз. Мен жаңағы саясаттану негіздерінің авторымын, тарих ғылымының докторымын, профессорымын. Үш издание менің жаңағы басылыммен саясаттану оқулығым шыққан. Қазақстан Республикасының бар студенті оқиды. Мен Швецияда политология мектебін бітіргем. Сондықтан мен өз пікірім осы. Өздеріңіз сараларсыздар, дұрысын аларсыз, дұрыс емесін тастарсыздар. Рахмет.